Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен Назгүл. Бүгін осындай поляна деп аталатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Ал ендеше кірісейік, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен асты жабық форманы алып, ішін асхана пленкасымен ораймыз. Одан кейін шампиньон саңырауқұлақтарын қойып шығамыз. Одан кейін ара-арасына ақ желкенді орналастырамыз. Туралған көк пиязды себеміз. Одан кейін майдалап туралған ақ желкенді сеуіп шығамыз. Үстінен майонезді жұқа қылып жағамыз. Келесі қабат езгіштен өткізілген сыр. Оның үстінен майонез жағамыз. Піскен сәбізді езгіштен өткіземіз. Оны орналастырып, жан-жағын тегістеп, үстінен майонез жағамыз. Піскен тауық етін майдалап тураймыз. Оны сәбізден кейін орналастырамыз салатымызға. Жан-жағын бәрін тегістеп, қалың қабат майонез жағамыз. Майонезді жаққаннан кейін қасықпен түзеп шығамыз. Жан-жағына сіңу керек. Одан кейін маринадталған қияр, оны езгіштен өткіземіз. Оны да орналастырамыз. Майонез жағамыз. Алай езгіштен өткізілген піскен картоп пен ас көк майонез үшеуін араластырып, ең соңғы қабат қылып салаттың бетіне орналастырамыз. Қасықпен жан-жағын тегістеп шығамыз. Тегістеп болғаннан кейін асхана пленкасымен жауып, қатты бастырып қоямыз. Тоңазытқышқа 8 сағатқа қойып қоямыз, немесе түнде жасасаңыздар болады. Ыдысымызға аударамыз, форманы шешіп, асхана пленкасын алып тастаймыз. Осындай салат болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.